И бәрекелді достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пендема. Ертесі бүгінімізде өте керемет контент. Өздеріңіз қазір видео барысында көріп түсінетін боласыздар. Олай болса экранға жақсылап жайға салыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге мен Чина және де Мейрамбек болады. Енді Қайыржан. Я достар, барлығымен таныс болдыңыздар деген ойдамыз. Жалпы ойынның шарты былай. Қазір сендердің алдарыңа кезек-кезекпен көздеріне жауап бір затты қоямын. Қазір енді оразаман екен ішіп жеуді көрсеткеніміз қате болар. Сендер затты иіскеу арқылы қандай зат екенін табатын боласыңдар. Смело, любой зат әкеле берсең. Кім көп очко табады, сол ойыннан шығады. Сол 10 мың теңге алады дегенде. 10 мың ба? Бұл сразу мына жаққа қарай әкеп 10 мыңды қойып қоя берсейші. Болды, олай болса, дайынсыңдар ғой? Жоқ, сендер бүйтіңдер, шешіп алыңдар. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші. Кезек-кезекпен. Міне 1, 2, 3 дей салайық, болды ғой? Болды онда. Олай болса, бастаймыз. Видеомызды бастамас бұрын достар, сіздерге керемет жаңалығымыздар. Қазір тыңда білесіздер, оқу жылы соңына таяған сайын өте керемет матчтар болуда. Сондай алдағы уақытта Чемпиондар лигасы, топовый матчтар. Сіздер сол матчтарға болжам жасап, ақшаңызды арттырып алсаңыздар болады. Ал ақшаңызды арттыруға бастапқыда сума болмаса, онда сіздерге достар менің арқамнан керемет бонус бар. Ол үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіресіздер, менің промокодымды тіркелсеңіздер, алғашқы депозиттеріңізге $500 беріледі. Олай сіздерге сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Алда сенің алдыңа бір затты қойдым, ол затты ұстауға болмайды, тек қана тарелкасына ғана ұстауға болады. Өзіңе тарелканы жақындатып, иіскеуіңе, бірақ затты тиісуге болмайды, түртуге болмайды. Иіс арқылы, сонымен қандай вариант бар? Что-то ұзақ иіскеді. Мұның сезбей тұршы. Ондай атмосфера болмайды. Мұның сезбей атыр, бір жерім сезбей атыр дегенде. Сонымен, енді сен мұрнымен тигізіп көрмесең болмайды. Тиді ма не? Тиген жоқ. Мұрнынан қолдар шығыстап көрсет сияқты. Не? Фрукты. Фрукты екен біліп тұрмыз ғой? Не фрукты енді? Груша. Патология, онда апашы, қолда апашы. Красавчик. Сразу. Обаяние. Конкретно. Ана басында спирт несі келді. Басында алады ана мақтаға спирт батырып қойдыңдар ма деп. Жақын келгеннен кейін сездім. Негіз грушаның иісі ұрып тұрады ғой, өзі мүңкіп тұрады ғой шіркін. Жоқ, ондай емес брат енді. До такой степени емес. Так, алдыңа затты қойдым, тек қана тарелканы ғана ұстайсың аккуратно. Басқа затты ұстауға болмайды. Ал енді ше. Негізі достар, енді мен Мейрамбекті өзім білемін ғой, кішкентай кезінен бірге өскен адамбыз ғой. Мейрамбек деген иіске өте қатты адам. Кез келген нәрсені ұстамас бұрын, шайқама. Иіспен ғана. Тек тарелканы ұстайсың, қолдарың тарелканы атса. Қатты жақындама. Тиіп кетпеу керек затқа ешнәрсе. Тілің сосын. Жаңағы әңгімені жалғастырайын. Мейрамбек деген кез келген затты ұстамас бұрын обязательно иіскеп көретін адам. Мұның мұрнын сезу енді мықты ма? Сонымен Үйдегілер бар ғой? Мамашкілер ана үйде тықып қойған компьютерлер бар ғой? Тықып қоятын залға, подвалға, подвалға тықпайтын жер? Иіскеп тауып алатын менше. Енді сен иіскеп тауып алшы, көрейік. Тауып болым просто анау. Кішкене қызықтырып, кішкене ойланайын деп па? Не айтшы ал. Бірақ Ты мужик, да? Сонымен банан болып оңай емес, шарт таққан екен бар ғой? Мұрның иіс сезу қабілетін нашарлап кете ма бірдеңе? Қазір көресің өзің? көреміз қазір, давай. Так, достар, білмеймін енді ана екеуі оп-оңай тапты, значит бұл челлендж негізі. Оп-оңай челлендж болып тұр ғой. Бұл жерде подряд маған үшеуін де таба салу керек қазір енді. Көзіміз жақсылап жұмайық, қызық болсын. Енді өзіме қызық болып тұр негізі мен. Қазір көрейік. Бізге негізі. Бірақ Мадиярдың андай бар да, маған қиын зат әкеліп қоюым мүмкін да қазір ше. Алда, құрметті достар, олай болса біз дайын ба? Бош, давай. Сен дайынсың ба? Мен дайынмын, мен всегда дайынмын. Тарелканы тек шетінен ғана ұстаңдаршы, ішінен қолдарың сұқпаңдаршы. Ана ішінен қолдарың сұққан кезде тиіп кетіп жатыр да, не зат екенін тауып қойып аласың. Таптым. Не зат? Арахис, орех. Соңғы нақты жауабым. Соңғы нақты жауабым орех қой, арахис мынау. Конкретно. Демей бөлем мына. Мынаның иісін мен алыстан сеземін ғой. Бұны көп жейтін зат та, просто бұны қарсай. Иісі даже мен жақындау емес, мына жерден келіп тұр ғой иісі. Мен саған бір фрукты қоймай-ақ қойайыншы деп. Жоқ, мынау оп-оңай. Ал так, олай достар, бізде бірінші этап қорытындысы бойынша үшеуінде де очко бар. Енді бұл жерде енді үшеуіне негізі 3 раунд бөлеміз. 3 раундта кім көп очко табады, сол ойыннан шығады. Енді ана қоймай деген бір. Жалпы достар, бұл жерде негізі ше жігіттер үшеуін бір-біріне шалып қалып жүрсіңдер ғой, негізі былай айтқанда ше. Әңгімемен айналдырып. Бізде ондай жоқ, біз қазақ бір-бірімізді әрқашан қолдап көтеріп жүрдік. Қашаннан бері?
Чынна, не болады деп ойлайсың, айтшы. Көріп тұрмын не болатынын. Айтайсың, не болады деп ойлайсың. Не болады, не болады. Ал өзі қойдым. Да, болуы мүмкін. Тарелка ішіне қол тықпа тарелканың ішіне. Сәл, астынан сәл. Жаңа бұл бір тарелканы көп рет қолданып Айтам, сезбей тұр шымын. Достар, негізі бұл енді қазір этап өткен сайын қиын болады. Өйткені неге біз бір тарелкаға бірнеше зат салып жатырмыз да. Алдыңғы этапта қойылған заттардың иісі қалып қойып жатыр. Сонымен адам шатасып жатыр. Бұл жерде дұрыс қой, біздің басты мақсатымыз шатастыру. Болды, оны тістеп алатын уақытың келді ғой. Нан Соңғы нақты жауабың. Конкретно. Нан ба, булочка ма сондай бір нәрсе. Точно айтшы. Конкретно енді. Қандай екен? Енді нанның иісі шығып тұр да, мен қайдам дейін. Енді точно бір жауап айту керексің ғой сен, иә? Ол екі вариант, үш вариант деген болмайды бізге. Нақты бір вариант, иә. Может, кішіне шығар, может. Иә. Может, арахис шығар, может. Круассан ба бір нәрсесінде. Круассан? Точно, нақты. Короче, бидайдан істелінген нәрсе, мен бидайдың иісін сезіп тұрмын. Жалпы өзім бидайдан арасында өскен қазақпын ғой. Әне. Арақ болса ше? Арақ емес. Бірақ, короче, былай айтқанда нан. Нан? Конкретно? Конкретно. Болды. Қалда береміз ба? Бидайдан, ұнан істелінген нан деген ғой. Қалда береміз ба? Нан ба, короче. Давай. Папалов. Бұған нан емес жақсы, круассан дей беру керек, ұтылатын еді сол кезде. Алтай, дайынсың ба? Қоя береміз ба? Көзің асып тұрған жоқ па? Астынан қарап тұрған жоқ. Мен сен таңы оқиын. Оны зат қойдым. Тарелканы астынан ұсташы, астынан. Ана бетінде саусақ, ана сөйт ұста. Сәл жақында алып. Бұл садың болды. Ұстаса, астынан солай. О, міне, палуан. Иіскей бер, смело. Ана саусақтармен тиіп кетпесін, иә? Сонымен вариант бар ма? Что-то ошыл қиын болатын сияқты. Ашпа, ашпа деймін. Итте. Мұрным жабылып қалады, бұлай жабылып қалады. Ол жерде тесік бар ма? Сен ашпа өйтіп? Ашатын жоқпын деймін. Сен мұрның тесік сияқтан ба не? Мынау бар ма? Ой, түс көтіп жатыр деймін бе? Сәл көтерсің. Болды. Мұрны көзінің бұрышында ғой. Тесік ана көз жағына бар ма деген. Жота қатты иіскеді бұл жолы жігіттер. Ал ойлашы, мұрныңмен жұтып қоймашы. Мұрның ішіне кіріп кетпесін. Ой. Мына жерде түш көріп бәле отқан ба? Сонымен вариант бар ма? Анау что-то қиын ше. Қат жақындатпа. Қат жақындама, тиіп кетесің қазір. Иә. Тұрсын иығын шешіп бердің ма, айтып? Басайшы, айтпасай. Айтсай не? Бозай десін. Мен ішкемін әдетіған сөйлесің ғой. Иә. Айтсай тез, вариант бар ма? Давай. Уақыт өтті. Анау бұлай не алмайсыңдар ма, иә? Жоқ. Жоқ, бұлай не алмайсың. Бір вариант айт, бір вариант айт. Бір вариант айт. Иісі жоқ қана. Иісі жоқ қой. Сен мұрның иісі. Бұл әлемде иісі жоқ, нәрсе жоқ. Давай, бош дес. Босай? Уақыт өтіп барады, Мейрамбек сенде 10 секунд уақыт қалды. Давай. 9, 8. Жоқ айт, онда қойсаңдар сен. Алты. Иіспен олай болмайды. 5. Ана, жоқ. 4. Ташы. 3. 2. 1. Так, сонымен Нақты соңғы жауабың? Соңғы жауабың болды. Бұл траппың ма бірдеңе? Болды. Сонымен нақты соңғы жауабың? Иесі жоқ, траппың ма бірдеңе? Сонымен нақты соңғы жауабың? Иә, траппың. Сон банан айтсың қоймасам. Иесі Үйінде жоқ. көргені бар ғой. Иісі жоқ болса қалай трапка екенін біліп қойдың? Солай қойшы мен, иіске қойшы. Сен иісі жоқ болса қаяқтан трапка екенін Трапка екенін қаяқтан біліп қойдың? Траппада иіс бола ма не? Иіс болмаған деген түсіндірдің? иіс тек қана трапкадан ғана болмай ма не? Иіс тек қана трапкадан ғана болмай ма не? Мен көрген жоқпын, өздері көріп отырсыңдар ғой. Алты камера тұр ғой жерде. Алты камера дегеніңіз? Алты құрметті достар, олай болса мінекей затымыз дайын. Енді бізде шыңғыстың мұрны дайын болса егер. Дайын ғой. Көре бер, смело. О, міне осылай ұстау керек та, міне көрдіңдер ма? Осылай ұстау керек, астынан ұстау керек тарелканы. Мама, не ма? Сендер андай шетте қолдарын, саусақтарын тығасында да стап аласыңдар білесіңдер да? Вариант жоқ ғой, мынау что-то ауыр. Несі ауыр? Оп-оңай ғой. Оп-оңай. Сонымен қандай варианттар бар? Приправа сияқты бір. Приправа. Мен өзің білем, досым, мен ешнәрсе демеймін. Ешқандай қиын емес, оп-оңай. Конкретно. Магийдің бір түрі. Иә. Құлайды қазір түзу ұста тарелканы, құлайды. Төгіліп бара жатқан ол. Подсказка берейін ба? Бермейді, болмайды ондай. Сонымен бізде екінші этап. Қандай жапырақ бар ғой, тамаққа қосатын. Подсказка берейін ба? Лавровый лист. Сондай, короче, тамаққа қосатын. Соңғы нақты жауабың. Приправа. Соңғы нақты жауабың. Приправа, тамаққа қосатын приправа. Мен аша бердім. Нақты соңғы. Ал не десей? Икра ғой. Айтпақшы, ақшаны өтпейді. Вообще балықтың есі келмейді ғой мына жерде.
андай бір иканың сосында ғой, соны иканың жоқ қой. Просто ика жек көрмегенге білмейді екенбіз шығарса дейсің. Ё-моё. Мына екеуі де тапты, мен таппай қалдым ба не? Видно. Ё-моё. Ал достар, бізде екінші этаптың нәтижесі бойынша 2-2-1 Шыңғыста 1 очко, Қайыржан мен Мейрамбекте 2-2 очкодан бар. Енді бізде қазір соңғы этапта бізде Мейрамбек пен Қайыржан екеуінің біреуі жеңіске жететін болса, демек 10.000 теңге солар. Сен ұшып кеттің ғой бұны? Ұшқан жоқ, баған қатыса береміз, иә. Ұшып кетті ғой. Может ничего болып қалады. Может ничего болып қалады, созылады. Ұшып кетті. Жоқ, может ничего шығар. Может екінші орын болып қалады. Жоқ, ұшып кетті. Үшінші орын болуы тұрған жоқ, может. Екі, профилі жоқ. Жоқ, маған бәріне хотя бы последний орында болуым келмейді да бауырым. Ал осы біздің келесі затымыз дайын. Жаңағыдай жинақ сияқты ұсташы тарелканың астынан. Әйтпесе қолын бүйтсең тиіп қалады шынымен. Тарелканың астынан ұста. Иә, мен жақсы балуан иіскей бер. Сонымен не дейді екен бұл жігіттер? Иә. Мұрным тіреп қалды, мұрным тіреп қалды. Бәрін де отыр ғой, иә? Қазір көреміз. Енді қиналды жігіттер, енді соңғы нақ жауабы. Ё-ма, мынау вообще оңай болған сияқты ше. Басын несі келіп тұр ғой. Отырсай. Құрттың несі келіп басына. Мен ана бар ғой ана. Болады ғой бір пакеттің ішінде құрт болып қалды ғой. Енді сүзбестерінен ше. Сонда несі келіп. Неге балықта ойладың? Басында сүзбе ма дедім да бір рет бүйтіп. Екінші рет дегенде. Мынау үштен үшті тапты ма сонда? Үшінші этапта. Мұрным иіссезбей тұр деп, иә? Иіссезбей тұр деп, иә? Мынаған қарашы. Харома. Арамы ғой. Ты мужик, да? Ты мужик? Ал да болса, біздің келесі затымыз мінекей, жаңа да астынан ұстап. Астынан. Сонымен, ана сен көзің көріп тұрған жоқ па? Жай. Қатты қымылдатып ана төгіліп қалады. Тілін сос. Ей, сөз бар, ей. Что-то тілін сос дегенде бірдеңе қышқылма, ашылма бірдеңе ғой. Жоқ. Мынау негізі біліп қойдым мен. Анау. Не? Сонымен? Балық құсайды да. Тракпен дәме ұқсайды. Иә, иісі жоқ негізі аса. Ана не дейді? Иісі жоқ қой, тракпен қоя қойшы. Картина болуы мүмкін. Не өйтіп көремаушылық деген тема болмайды жігіттер. Бош, давай, айтшы, не ал андағы? Жігітше айтшы ал. Айтпай ма? Ой, Тырсып қалды. Сонымен, не вариант бар? Ойбай, не деген ана мұрындалар шығып кетпесін чал. Давай. Ойбай. Точно, нақтар соңғы. Үш болды. Не деген ескен ол давай жоқта, е? Жүрсен бәрі. Не деген ескен ол? Біздің заттың дайын, сен қолында астан ұста. Мынау осы төгілет досын шымен. Жай аккуратно не қылмаса. Төгілет досын, ровно ұсташы. Төгілетін зат бұл жол. Жай. О. Мынау не мынау? Айта бер. Айттым саған стаканға симе деп. Досым, мен анау төгілет. Бұл мына таптым. Не? Мынау томат не ғой, помидор ғой. Нақтар соңғы жауым, помидор. Басында бір түрлі иіс болып қалды да, сосын бүйтіп қарасам, оказывается нормально екен. Ана прикол бар ғой, помидор ғой. Бірақ бұның бір қиын жері иісі қиярдың иісіне де келеді екен негізі. Неге білесің ба? Неге? Өйткені ана несі тұр ғой, сабағы тұр ғой. Білмеймін, сол қиярдың иісіне келіп, бірақ жақындап екінші рет иіскегеннен помидор екенін білдім. Ойнатпа, помидор тосты. Жоқ, басында қияр деп ойладым, еркекше қияр деп ойладым. Екінші рет иіскеген кезде, бірақ мен пальон ұшып кеттім, иә? Сен ұшып кеттің, иә. Жарайды, хотя бы енді таптым енді. Иә, так, бұл өсі жалпы бізде 3 этап өтті. 3 этапта достар, Мейрамбек пен Қайыржанда 3 очкодан, Чинада 2 очко. Жарайды, мен қолдаған жандар енді. Болып тұрады андасында енді. Жігіттерге де возможность берейін, кішкене ақша істеуге. Бәрін алып кете береміз деп қоясың. Деген екен, е? Алда, құрметті достар, бізде финал. Қайыржан енді алғашқы бағаны сынап көретін болады. Олайша біздің затымыз мінекей. Финалға кішкене қиындау. Астына төгіліп кетеді, абайла. Аккуратно, иә, солай. Абайла. Мына құлап кетеді, төгіліп кетпейді, құлап қалуы мүмкін. Ұзын зат та просто. Давай. Сол себепті кішкене сәз аккуратно. Қат жақындатпа. Так, сонымен бұл балдар не дейді екен? Жалпы не деп ойлап жатыр екен? Қандай вариант бар? Не деп ойлап тұр екен? Ескеге түрі бұртқа. Апасты ескейді чатына берсең, оңға салған байқалыпсың ба? Басқа иістермен шатасып жатыр, жаңа алдында болған лимондармен, балықтармен. Ашпа, шарфын көтеріп қояды ғой. Қатты көтерме, абайла үстіңе төгіліп кетеді. Лимонның тұрып тұр ғой. Әдемі кетті, әдемі.
Балуан. Не деп ойлайсың енді? Бөлексің. Бұл жерде зат қайталануы да мүмкін есе, жо бауырым. Сразу айтайын. Сушидің имбирі ғой. Соңғы жауабым имбирь. Соңғы нақ жауап. Суши екен. Йола, суши дегенсің қорқып өткенсің ғой. Есі келді бар. Имбирі ғой деймін. Имбирь деп болады. Пата, досым, красавчиге. Табар ма? Бұл таппады ғой? Таппады ғой? Жақын. Имбирі деді ғой, жақын. Имбирі, я ол. Сөзіңдерің сөз болды ғой ең біршікті. Жоқ, жаңда имбирі дедің ғой сен. Балықтың есі екен ғой. Сонда екен ғой. Ішінен норидің иісін сездім да просто. Ойба. Кімнің дейді, нонигің дейді ма? Ютубер нони бар, соны шырекін. Адиколын есімін білесің ба? Так, құрметті достар, болса келесі біздің мейрамбекке қояр затымыз дайын. Енді бүгін қазір мейрамбек табатын болса жеңіске жетті. Не істеп отырсың, магия істеп отырсың ба? Дейді ғой. Бірақ бұл да әрине оңай емес. Анау, неңді қайырып тасташы. Шарт артқа қарай қайырып тасташы. Айтпесең не қылып жатыр, может көзің ашып тұрма бізге. Шартта тигенге сезетіндер может. Может, адейсі. Қайырсай кір салса ішіне. Абайлақ қалып кетеді. Қалып кетеді да? Саусағын ішке астынан ұсташы, астынан. Осылай ұста. Мышт жетсең. Жеп тастаған деді мынау. Истегендер. Ой, қарсайын ол. Пародасы ма? Бөлек қой, бөлек. Пародасы ма? Военный тема ғой, овчарка. Индийский, доберманский, овчарка, германский, шляхн десең. Сен қатты кетіп баратсың, Мади. Батылға барасың ғой, Ирак байт өзің. Батл емес, батл. Тоқташы. Основной батл деп батл. Основной батл емес, батл. Еске қып тұрып көрсей. Жестко. Анау ежіктер ескеті білесің ба? Тепші ежіктер же? Дәл сол еске қып. Болды уже, жауын айтатын кезің болды ғой. Болды уже. Жақын айтпа қатты. Мұрның тигізбе. Тиген жоқ. Ё-моё. Өте қатты жақын ағаттым. Қолығын іске аспай. Құлап кетеді, қисық ұстама. Түзін ұста. Топырақтың езге жатыр. Топырақтың езге ма? Бұл қирана деп қойсай. Топырақты әкетіп тұрмыз ба? Құмның топырақтың да анау. Не алды мен? Мадияр айттым. Жерге егетін картошка ма? Бар даладан бар жер қазбай кетіп қой. Жоқ, азық түліктің үйде продукттарын алдына. Астанада квартирада қандай топырақ болсын. Қызылша ма? Не екенін айтсай бізге. Шәлек бұйша ғой, брат. Сен тигізбе. Абайлап ұсташы. Жаман еске да таңда қарсай. Опасный еске че-то, я? Қызылша деген сәбіз ба? Не ғой? Картошка ғой. Точно, нақты әрі соңғы. Бой! Айттым ғой, жындан, нәтижін ойған ол. Айттым, негізі мейрамбек кішкентай кезде жаман еске қойды. Бәрін тауып қойдым, ма? Тряпканы тауып қойған айын болып мен. Мамалар конфет тұтқаны бересің ба? Мейрамбек десіз. Мейрамбек таппай жүрген бір футболкым бар еді, тауып берші ескеледі. Бірі сен ма ес кетсе оны есін табы. Алтай, олай сөздер мінеки видеода өз мәресіне жетті, жеңімпазды көрдіңіздер. Жалпы есеп нәтижесі бойынша қанша бізде? 4-2 болды. 2, 3, 4. 2-3-4 қой, көрші. Аллай болса. Болғанда шорт екен. Егі бар, заттардың бәрінен ескелеп жүрмесен, осыдан кейін. Реванш қойдасың ма? Білген ғой, көреміз. Реванш ба? Бір нәрсе ескеп көр, болдың. Одан кейін екінші иссезбей қаласын десей. Енді реванш сұрап отырсың ба? Жоқ, пока сұрап атқан жоқпын. Көре жатамыз. Сұрап Сұрап отырсыңдар ма? Сұрап отырсыңдар ма? 5 миллион реваншқа. Алтай, олай сөздер кереметтей көңілгімен біз видеоны аяқтаймыз. Жеңімпаздың кәсіпорніне 10 мың теңге. Шытаң. Чекті көрсете аламыз. Нәтижесі шығар, может. Алтай, сөздер кереметтей көңілгімен біздерді қоштастаймыз. Жаңа кездескенше аман сау болыңыздар.